Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бұлар жер шарындағы ең бай адамдар. Суреттерін мұқият қарап алыңыздар. Ал мынау біз қарапайым жұмысшылар. Енді сұрақ, неге сіз бай емессіз? Неге біз барлығымыз бай емеспіз? Біз 5 секундқа ойланып көріңізші. Бұл видео арқылы сіздің өміріңізге, сіздің өміріңізге, болашағыңызға, осы өмірдегі алған орныңызға кімнің ықпалы бар екенін білесіз бе? Әке шеше, ата әже емес, бауырлар, достар емес, олардың да әсері бар, бірақ қазіргі жағдайға, қазір қаражатыңызға тікелей бұрыннан бері әсер барған нәрсе осы видео арқылы көрсеңіздер көре аласыздар. Жаңа видео басында көрсеткен бай адамдар сияқтылар сіздің бұл өмірде кім болатыныңызды шешіп қойған. Сіз туылмай тұрып, қалай, қашан және не үшін десеңіз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз қазір бір видеодан кейін екінші видеоны, одан кейін тағы да ондаған жүздеген видеоны ары-бері өткізіп, қалай сағаттардың өтіп кеткенін менен де жақсы білесіз. Бірақ сол видеолардың хотя бы 50% есіңізде қалды ма? Жоқ. Гарантия беремін. Ал есіңізде қалған видеолардың немесе лайфхактардың бәрін қолданып жүрсіз бе? Максимум 10 лайфхактың біреуін ғана қолданасыз. Мен оған да сенімдімін. Получается, жаңа видео қарап отырған уақытыңыздың жоқ дегенде 90%-ын далаға кетті. Одан да осы видеоны мұқият қарап, тыңдап алыңыз. Бәлкім оқу орнын бітіргеннен кейін бір жұмысқа орналасып, біраз уақыттан кейін түсінген шығарсыз, сіздің жұмысыңыз сізді мүлдем қанағаттандырмайды. Бәлкім оның бәрі жалақының төмендігінен шығар. Олар барлық шығындарыңызды жабу қажеттілікті жеткілікті емес шығар. Немесе карьералық өсу перспективасы жоқ шығар. Бәлкім бұл ыңғайсыз жұмыс кестесінен шығар, және өз-өзіңізді іске асыруға бос уақытыңыздың жоқтығынан да шығар. Бірақ бұл мәселе осы факторлардың бәрінің үйлесімі болуы мүмкін. Кейбіреулер осы қиындықты бетпе-бет келіп несие алудан басқа балама көрмейді. Ал бұл дегеніміз жағдайды шиеленістіреді. Ал енді осының бәрі бірте-бірте іштен көп адамды жей бастайды. Күйзеліске ұшырап, қолдарын ой-қойыстып жібере салуы мүмкін. Ал көз алдыңызда осы адамдардың барлығы тұр. Және сізде бір ғана сұрақ бар. Олар барлығы қалай істеді, не істеді? Олар бұның бәрін адал тапқан жоқ. Бәрі бір бай отбасынан дүниеге келген. Ал сізді жаңа Алла тағала осы елде, осы отбасында өмір сүру үшін жаратқан шығар. Алла тағала барлық адамдарға ақыл берген және таңдау еркіндігін берген. Сол берілген мүмкіндікті сараптап және өз өміріңізге қолданбау тек сіздің қолыңызда. Біз оқу орнын оқып болғаннан кейін әйтеуір бір дипломды алып, жалақы уақытында төлейтін бір жұмысқа кіреміз. Не үшін? Аш қылмас үшін, былай қарағанда. Бізде бір қалыптасып қалған стереотип бар. Елдің алды болма, көзі өтеді деген. Тапқан табысың жақын арадағы жеткілікті қамтамасыз ете алатын болса, сен молодессің, сен қарсыз айдан айға жетіп жүрсің. Бірақ бәріміз ай сайын миллиондап ақша тауып, ел аралап, жер көріп, жақсы жерден үй салып, жақсы көлік мініп және де басқа дүниелерді біз армандаймыз ғой. Адам болған соң бәріміз армандаймыз. Бірақ сіздің арманыңызды бір орындап бере ме? Ол сіздің арман. Мүмкін қымбат емес шығар, және көп уақыт қажет етпейтін шығар. Ал мүмкін наоборот жаңағыдай көп уақыт қажет және көп қаражат керек шығар. Ол тек сізге ғана белгілі. Бірақ оны жүзеге асыру керек, жоспар керек. Және соны жоспарды жүзеге асыру керек. Оны жасайтын тек сіз ғана. Ал енді бір сұрақ. Неге мен осындай қазіргі осындай жағдайдан кім кінәлі? Сразу айтайын, сіз кінәлі емессіз, тек сіз ғана емес кінәлі. Қазір бәрін түсіндіріп беремін. Тарихын білмеген ұлттың болашағы бұлыңғыр деген сөз бар бізде. Бізге ешқандай қатысы жоқ. Американың тарихынан кішкене бір үзінді келтірейін. Бірақ осыны айтып болғаннан кейін Американың біздің бәрімізді қалай алдып кеткенін түсінеміз. Қазіргі ақш территориясында 18-19 ғасырда африкандық нәсілдерді адамдардың құлдығы кең тараған бәріңіз білесіздер. Және бұл құлдықты Авраам Линкольн құртты деген тарихта барлығы жазылады.
Ол шын мәнінде солай болды ма? Иә, құлдықты жоюды жақтады, бірақ қандай да бір моральдық діни наным сенімдердің әсерінен емес, оның себептерінің бір дәстүрлі құлдықты ескерген үлгі болғандықтан оны өзгерту керек болды. Және сол уақытта мақта, джинсы өнеркәсіптік революцияға бастапқы серпін берген алғашқы кезеңдер еді. Бұрын мақтаны тұқымынан бөліп алу үшін өте ауыр және уақытты көп қажет ететін еді. Қолмен жұмыс істей отырып, бір құл тәулігіне 0,5 килограмм ғана шамасында мақта өңдейтін. Бірақ мына бір құрылғының көмегімен тәулігіне 20 килограммнан астам мақтаны 2 қадам жасай алатын. Бұл экономикалық серпілістің басы болды. Және өндірістің ескі үлгісін қайтадан ойластыру керек болды. Сонымен елестетіп көріңізші, сіз мысалға жолдағы тоқыма өнеркәсібінің бір мануфактурасының ірі бір иесі сіз деп білесіңізші. Сатып алынатын машиналар өндірісті жылдамдатып стандарттайды, сіздерге үлкен табыс алып келеді. Ал алған қаражатты қайтадан бизнеске салып өндірісті кеңейтесіз. Барлығы сағат сияқты жұмыс жасайды. Бірақ бұл өндірістің барлығы өз бетінше жұмыс істемейтіні анық. Содан кейін сізге құлдарды осы жұмысқа тарту бір қарағанда айтарлықтай тартымды идея болып табылып көріне бастайды. Бірақ монетаның екі жағы бар. Біріншіден құлдарды үйретуге тура келеді, екіншіден ол құл дегеніміз сол кезде меншік. Ал кез келген басқа мүлік сияқты оны ұстап, тамақтандырып, тәртіпке келтіріп, ауырып қалса емделу керек. Сондықтан еркін жұмысшылар әлдеқайда қызығырақ болды. 1865 жыл ақш-тағы азамат соғысының аяқталуы. Сонымен бірге елдегі құлдықтың ақырғы жойылуы келеді. Кешегі құлдар көп жағдайда сол еркін жұмысшылар мәртебесіне өтеді. Ал бізге ірі кәсіпорындардың иелеріне, сіз сияқты, қандай артықшылықтар бар? Енді құлдарды сатып алып, қамтамасыз етудің қажеттілігі жоқ. Оларды емдеудің, тамақтандырудың және ұйықтайтын орындарды қамтамасыз етудің қажеті жоқ. Қазір сіз мысалы жаңағы иесі болсаңыз, мануфактурадан бос жұмысшыларды жалдап жата аласыз. Қауіпсіздіктің барлық ауыртпалығы өз иығына түседі жұмысшылардың. Иә, біз бос жұмысшыларға жалақы төлейміз, бірақ ол әлі күнге дейін сол құлдарды ұстауға жұмсалатын шығындармен салыстыруға келмейді. Ал енді жұмысшы бір нәрсеге қанағаттанбай жатса, жалақы, еңбек жағдайы, басқалары тіпті жарақат жатса да, онымен әрдайым қоштасасыз, өйткені оның орнына кеше ғана босаған құлдардың кезегі толып тұр. Бүгінде өз тіршілігін табу үшін күресіп жатқан еркін және аш адамдардың еншісі сол кездегідей, әлі күнге дейін. Барлық саясаткерлер мен ірі завод иелері мұны түсінді. Солардың қатарында Линкольн де бар. Айтпақшы, сол жағы батыстағы құлдықты жою Ресейдегі крепостной режимнің құлауы екеуі бір мезгілде болады. Кездейсоқтық па? Дегенмен, бұл жүйе жаңа жүйе. Алдыңғы құлдық режимге қарағанда бүкіл әлемге биліктері үшін өте ыңғайлы болып шықты. Бірақ бұл оқиғада үлкен әділетсіздік алдау бар. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің тарихы. Сіздің, біздің білім алу жүйесіне бастайық. Сіздің шынайы құштарлығыңыз қандай? Сізді алға қарай не жылжытады? Қалай жетістікке жету керек? Салық, инвестиция, өз-өзіңізді дамыту, ортамен жұмыс жасау, командамен жұмыс жасау. Мұғалімдеріңіз осының бәрін сіздерге осы сұрақтарға жауап берді ме? Әрине жоқ. Онда мектепте не істедіңіз? Жалпы білім берудің қазіргі заманғы жүйесі өміріңіздің көп бөлігін қоңыраудан қоңырауға дейін тапжылмай отыру, тәртіпті болуды қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл жерде басты проблема жатыр. Ол қалай болды? Сөйтіп сол бағанағы батыстағы өнеркәсіптік революцияға қайтадан оралайық. Биліктегілер бір нәрсені түсінді. Білім ол билік, билік ол қауіп. Сондықтан құлдарға оқу мен жазуды үйренуге тыйым салды. Бірақ қазір енді жаңағы революцияның кезінде өнеркәсіптік революция оның өкшесінде болғандықтан үлкен ойыншылар осы заманауи құрылғылардың барлығында кімнің жұмыс істейтінін қамқорлық жасау керек еді. Сондықтан осы бос жұмысшылардың бәрін мануфактураға жұмысқа баруға көндіру үшін жаппай білім беруді жүзеге асырудың жолы қажет болды. Бірақ өте мұқият әрекет ету керек еді. Егер осы адамдарды тым көбірек жіберсе,
олар бәрі өте өршіл, тәуелсіз болады. Олардың сіздердің бәсекелестеріңізге арналуы айналуы мүмкін. Сондықтан олар да сіздердің империяларыңыздың жұмысына қолдау көрсету үшін ғана жеткілікті дәрежеде үйретілген болды. Ал енді оның жолы табылды. Шешім пруссиялық білім беру жүйесі. Ол белгілі бір құндылықтарды бұқаралық ақыл-ойға, яғни пропаганда енгізу құралдарының рөліне өте қолайлы болды. Және арнайы өскелең ұрпақтың санасына енгізу. Бұл 8 жылдық оқудан тұрды. Оған оқу, жазу, патриотизмді ояту, парыз бен қажырлы еңбек сезімі, сондай-ақ болашақ жұмыста талап етілетін ең төменгі кәсіби білім кірді. Айтпақшы, осының арқасында алғаш оқу бағдарламалары пайда болды. Және осының бәрін қаржыландырған белгілі Джон Рокфеллер. Және оның сенімді өкілі Фридрих Гейтс. Америка құрама штаттарында орта білім берудің дамуына әсер ететін қайырымдылық қоры әмбебап білім беру жөніндегі кеңес осылай пайда болды. Ал кейіннен осының бәріне магнат Эндрю Карнеги сияқты басқа да бизнесмендер қосылды. Бір қарағанда бәрі де бір қайырымдылықпен айналысып жүрген жақсы бір жандар сияқты. Бірақ шын мәнінде қарасақ, ол орасан зор Троя жылқысы сияқты. Сондықтан бәрінің өзінің дұрыс атын атайды. Бұл меценаттық емес, ол адамдардың өздерінің қажеттіліктерін жасау үшін лабиринт жеткен істері болды. Бірақ басынан әдемі ойластырылған. Олардың ешқайсысына инноваторлар қажет болмады. Оларға шығармашылық және өршіл адамдар қажет болмады. Сол бағанағы зауыттар мен мануфактуралардағы жұмысшылар, операторлар, инженерлер, жөндеушілер, балықтау зауыттары мен жаңа өндірістік жүйелерге қызмет ете алатындай мамандар ғана қажет болды. Дәл осы білім беру жүйесіне Рокфеллер ұмтылған болатын. Ойсыз, армансыз, стандарттанылған адамдарды тәрбиелейтін және қазіргі корпоративтік бюрократияның статистикасы көрсеткіші болып табылатын білім беру жүйесі кең таралды. Арайда ойлап қалмаңыздар, мені осы мамандықтардың бәрінің еңбегінің құндылығын бір қалай да болса бәсеңдетуге тырысып жатады. Олай емес. Мен өзім осы жұмысшылардың еңбегіне үлкен құрметпен қараймын, және олардың барлығы қоғамды өз арқаларына алып жүреді деп есептеймін. Және осыны негізге ала отырып, олардың еңбегін әрдайым бағалап отыру керек. Ортақ игілік үшін бірін керемет толықтырады. Бірақ мәселе мынада. Қарастырылып отырған жүйе бастапқыда өте баламалы инновациялық жолдың болмауына және кейіннен оқытылған жұмысшыларды аздаған жалақыға пайдалануға арналды. Әрине, көбімізге жасап жатқан жұмысының маманы болу керек екенін үйретті. Ал жұмыстың орнына сүйген нәрсені айналысу, ол фантастика сияқты болып қарайды. Бұл жүйе, жаңа айтқанымдай, керемет жұмыс істейді және бүкіл әлем бойынша біртіндеп кеңес одағы арқылы бізге де жетті. Бұл жерде бір жерлерде ол жетілдіріп жатты, бір жерлерде сол бастапқы қарапайым деңгейде қалды. Ал енді айналаңызға қарап, жаныңызға қарап, өзіңіз жауап беріңізші. Мектепте өткізген 11 жыл уақытыңыздың қанша бөлігі сізге шынымен пайдасын тигізіп келеді? Сіздің немесе сіздің ата-анаңыздың кінәсі жоқ бұл жерде. Тіпті сізді оқытқан ұстаздардың да сол ескі жүйенің бағытымен әлі күнге дейін қарапайым жұмысшыны тәрбиелеуді жалғастырып келеді. Өйткені олар білген жоқ, білген болса да, олар сол министрліктен жіберілген бағдарлама бойынша, программа бойынша оқытты. Басқа оқытуға болмайды оларға. Біздің ең басты құндылығымыз ол уақыт. Осы оқу жүйесі біздің дамуымыздың ең басында, тіпті туа сала біздің қарапайым жұмысшы болуға дайындады. Біздің өз уақытымызды бағалауды үйреткен жоқ. Мектеп партасында өткізген уақытыңыздың көп бөлігі босқа кетпейді деп сенімді айта аласыз ба? Мектептен кейін үйірме, одан қалса субботник және ең бастысы бала мен ата-ананың қанша уақыт алатын үй тапсырмалары. Ал қазіргі күндері кішкене бос уақытымыз болса, әлеуметтік желілерде отырамыз. Instagram, TikTok, YouTube, PUBG, Free Fire, Minecraft, тағы да басқа ондаған жүздеген программалар тез дофамин толтырады. Оларды қарамасақ, сол дофамин жетіспей, ашушаң, шыдамсыз болып кетеміз. Кішкентай бала емес даже, тіпті егде жастағы әке шешеміз, ата әжелеріміз де соған кіріп кеткен. Анау қалаулым,
бір бұлайық, қосылайық, индийский, корейский, турецкий сериалдардың бірін жібермей қарайды. Бұл деген сол мектеп кезінен бастап өз уақытыңды бағаламауды үйреткендіктен ми жалқау бола бастайды. Өз армандарымызды, мақсаттарымызды ұстануға деген амбицияларымыз бен талпыныстарымызды басып тастайды. Осының бәрі ережесі әділетсіз жазылған ойын сияқты. Байлар барған сайын байи береді, кедейлер кедей бола береді. Білім жүйесі де, қазіргі бұқаралық ақпарат құралдары да қарапайым халықтың санасыз зат болғанын қалайды. Соның салдары енді қазіргі Қазақстан халқының әл-ауқаты. 2023 жылдың 1-тоқсанындағы ресми деректер бойынша халықтың 90% жан басына шаққанда табысы 150 мың теңгеге аспайды. Бұдан алдынан бері айтып жүрген 365 мың теңгелік орташа жалақыдан 2 есе төмен. Тіпті одан кейін ойлап тапқан меридиандық жалақының 240 мың теңге тұратын, онымен салыстырған кезде 90 мың теңгеге төмен. Бұл санды мен ойлап тапқан жоқпын. Ақпаратты мына сайттан қараңыздар. Енді мына таблицадағы 10 топтың 9-ы, яғни 90%-ның айлығы 120 мың теңге, $300 жете алмайды. Ал енді мына кестеге қараңыздар. Бұл Euromonitor деп аталатын әлемдік зерттеулер жүргізетін тәуелсіз мекеменің ақпараты бойынша Қазақстан халқының тапқан табысының 50% азық-түлікке жұмсалады. Басқа мемлекеттерге қараңыз, ақш-қа қараңыз, Еуропа елдеріне қараңыз. Ладно, қайдағы бір шетелдік мекеменің ақпаратына сенбесеңіз де, өзіңіз осы жағдайды көріп отырсыз ғой. Бірнеше жыл бұрын қой, сиыр етін азайтып, тауық жеп бастай бердік, енді қазір тауықты биеге тіреп боламыз. Осы қыста Қазақстанның инфляция деңгейі 21,7%-ға жеткенін білесіз бе? Қазір кішкене азайды, 10-12%-ға дейін. Кім біліпті шындық отырып екен. Ал енді еліміздегі азық-түлік саласындағы жалпы инфляция деңгейі кеңес елдері бойынша Орта Азия елдері арасында рекордтар жаңартып отырғанын білесіз бе? Мына графикті қарап көріңізші, тіпті соғыс болып жатқан екі елдің инфляциясының деңгейі бізден анағұрлым төмен. Осы неге инфляция дей береді? Инфляция сізге қатысы жоқ деп білесіз бе? Қателесесіз. Инфляция сіздің де қалтаңызда тұрған ақшаны жеп қояды. Бір жыл бұрын қалтаңызға салып қойған 1000 теңге жоқ дегенде 200 теңгеге дейін құндылығын жоғалтып 800 теңгеге де аз болып қалады. Ол қалай сонда? Мысалға, сіз бір жыл бұрын 1000 теңгеге 120 теңгеден 2 лепешка, 420 теңгеге 1 литр сүт, 120 теңгеден 3 килограмм картоп алатын болсаңыз, қазір сол 1000 теңгеге 2 лепешка 400 теңге, және 1 литр сүтіңізді 650 теңгеге алса, дүкенге еще қаз болып қаласыз. Ал картоп қайда? Бағана картопты инфляция жеп қойды. Ал сіздің жалақыңыз көбейді ма? Көбісінікі сол 1 жыл бұрынғы деңгейде. Мүмкін 2 жыл бойы жалақы алып жүрген адамдар барса сол деңгейде. Әңгіме көбейіп кетті. Бұл видеоны мен жасаған кезде, сіз осы видеоны ашқан кездегі мақсатымыз қалай баюға болады деген сұрақ. Бір универсальный формула жоқ, сразу айтайын. Бірақ бізге қаржылық тәуелсіздікке жету үшін $миллиард керек қалып келмейді. Олар сияқты шіріген бай болу мақсат емес. Мысалы, мына сайтты қарап көріңізші. Мына сайттағы тізімді қарап көріңіз. Тізім неге әлемдегі миллионерлердің басым бөлігі Америкада және Еуропада. Бірнеше себеп бар, бірақ ең басты себеп қор нарығына инвестиция жасау. Бұл оларда отбасылық құндылық сияқты. Алдыңғы арба қалай жүреді, соңғы арба солай дөңгелейді деген сөз бар ғой бізде. Америкада инвестициялық қорлар 1817 жылдан бастап болды өз тарихын. 176 жыл бұрын. Ал бізде 93 жыл пайда болды. Сол 176 жыл бұрын даму тарихы бар қор нарығында инвестиция жасаған Америка халқы бұл арқылы ешқандай жұмыс жасамай ақшаңды көбейтуге болатынын түсінген. Осы күні американдықтардың жартысы, яғни 55% қор нарығына инвестициялайды. Ал бізде инвесторлар саны жалпы халық санының 3%-нан да аз. Американдық әртүрлі танымал, болмаса енді ғана жұмысын бастаған болашақ дамуы бар компаниялардың акцияларын, облигацияларын сатып алып, және сату арқылы өз қаражаттарын көбейтумен айналысады. Бүгінгі күні бізде солармен қатар американдықтар сияқты қор нарығына өз акцияларын тіркеген кез келген компанияның акциясын сатып алып, мүмкіндігіңіз бар біздің. Міне, осы сіздің жақын болашағыңыздың,
қаржылық тәуелсіздігіңіздің бай болуыңыздың кілті. Акция сатып алып, оны сатып алып сатудың ешқандай қиындығы жоқ. Қазақстанда қазірдің өзінде 1188 брокерлік шот ашылған. Бұл дегеніміз жоқ дегенде 2,5 миллион қазақстандық қор нарығына инвестиция жасауды бастап кетті. Осы лектің қатарынан қалмаңыздар. Алғашқы миллионер инвестор қатарынан табылуға асығыңыз. Сразу айтайын, бірақ көп іздену керек, уақыт керек, жігер мен ең бастысы дисциплина керек. Яғни өз-өзіңізді қатты тәртіппен ұстау. Оны қалай жасаймыз, қайдан аламыз және ол үшін не істеуіміз керек десеңіз, менің YouTube каналыма өтіп, видеоларымды басынан бастап қарап шығыңыз. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазып қалдырыңыз. Сіздің болашағыңызды өзгерту немесе өзгертпеу тек сіздің қолыңызда. Сол үшін ойланыңыз, әрекет етіңіз. Кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.